Қызығымды алған кез әлі есімде. Қаршадай кезім еді деп кейіпкер өз оқиғасын баяндап бастады. Адам өмірі кейде ең шебер жазушының өзі ойлап таба алмайтын күрделі сюжеттерден тұрады. Менің есімім Анар. Жасым 25-тен асқан. Қалалық үлкен компаниялардың бірінде қарапайым маман болып жұмыс істейтін қызмын. Сырт көзге өмірім тып-тыныш, қалыпты көрінгенімен, соңғы бірнеше жыл ішінде менің айналамда болған оқиғалар тұтас бір романға жүк болғандай. Барлығы бұдан бірнеше жыл бұрын менің бой жетіп алғаш рет үлкен өмірдің есігін ашқан кезімнен басталды. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, әңгімемізге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Сол бір алғашқы сезімдер, ең алғашқы қателіктер. Қызығымды алған сол кез әлі есімде. Қаршадай қыз едім деп өткенге қарап күрсінетін сәттерім жиі болады. Ол кезде мен тым аңғал адамдардың бәрін өзімдей көретін бала едім. Алғашқы махаббатым менің сол пәктігімді, жастығымды пайдаланып, кейін тастап кете барды. Ол кезде дүние төңкеріліп кеткендей, бұдан былай маған ешкім қарамастай, өмірім біткендей сезінгенмін. Жүрегімдегі сол үлкен жара мені ұзақ уақыт бойы адамдарға, әсіресе ер азаматтарға сенуден қалдырды. Осы құпияны ішіме бүгіп ешкімге айтпай тек алға ұмтылуға, жұмысқа берілуге тырыстым. Бірақ тағдырдың маған дайындаған сынақтары мұнымен біткен жоқ. Жылдар өтіп, көзге өте мәдениетті, әпкем тұрмысқа шықты, жездем сырт көзге өте мәдениетті, салмақты, сыйлы азамат болып көрінетін. Мен олардың үйіне жиі барып, әпкеме қолғабыс етіп тұратынмын, бірақ бір күні мен ешқашан ұмытпайтын, жүрегімді тас қылып қалдырған оқиға болды. Жаздың бір ыстық күні әпкемнің үйіне ескертусіз кіріп барған едім. Үйде тып-тыныш, тек жатын бөлмеден бір түрлі дыбыстар шығады. Есікті сәл ашып қалғанда көрген көзіме сенбедім. Жездеме қатты қызықтым. Бір күні жезде мен әпкемнің болғанын көріп, жездеме бардым деген сөздер менің сол кездегі ішкі арпалысымды сипаттайтындай. Жоқ, мен жездеме қызыққан жоқпын, бірақ сол сәтте жездемнің әпкеммен қарым-қатынасындағы үйдегі біртүрлі жақындық пен құпиялық мені есеңгіретіп тастады. Ең сорақысы, жездем менің байқап қалғанымды біліп қойды. Оның маған қараған жанарынан мүлдем басқа, суық әрі арам пиғылды көрдім. Ол үйде ұзақ қала алмадым. Жүгіріп шығып кеттім. Бұл отбасылық үлкен құпияның алғашқы ұшқыны еді. Арада біраз уақыт өткенде отбасымызда тағы бір қуаныш болды. Кіші сіңілім тұрмысқа шықты. Күйеу баламыз өте пысық, қаладағы белгілі кәсіпкерлердің бірі еді. Бірде анам мені шақырып, қызым, күйеу балаң қала сыртындағы саяжайда шағын отырыс ұйымдастырып жатыр екен. Әпкелерің бара алмайды, сен барып қайт, жәулеттің атынан сый құрмет көрсет деді. Сонымен сол бір күздің салқын кешінде мен айтылған мекенжайға бардым, бірақ басты қонақтардың бірі келмей қалып, саяжайда тек мен және күйеу бала екеуміз ғана қалдық. Күйеу баламен бірге өткен қара кеш дәл осылай басталды. Далада жаңбыр сіркіреп, шамдар сөніп қалды. Екеуміз каминнің алдында отырып ұзақ әңгімелестік. Ол маған өзінің бизнестегі қиындықтарын, сіңіліммен арасындағы кейбір түсініспеушіліктерді айтып шағымданды. Мен оны жақынырақ таныған сайын оның бойындағы ішкі жалғыздықты сезіндім. Сол кеште ешқандай шектен шығу болған жоқ, бірақ сол бір қараңғылық пен оттың жарығында өткен түн біздің арамызда ерекше бір сенімділік көпірін орнатты. Ол маған жай ғана сіңілімнің күйеуі емес, сырлас дос сияқты көрінді. Дегенмен бұл жақындық ішімде үлкен бір қауіп ұялатты. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай мені жұмыс бабымен өзге қалаға сапарға жіберді. Пойызға билет алып купеге жайғастым. Түн ортасы ауғанда есік ашылып, ішке мен мүлдем күтпеген адам кіріп келді. Ол менің үлкен ағамның қайынағасы, яғни жеңгеміздің туған ағасы Мұрат еді. Ол да сол қалаға шаруалармен бара жатыр екен. Қайынағамен пойызда өткен түн бір купеде қалып қойғанымыз мені қатты қысылтты.
Мұрат өте сұсты, қатал сөйлейтін адам болатын, нағыз қазақы мінезді, артық сөзі жоқ ер азамат. Пойыз дөңгелектері гүрсілдеп, түн қоюлана түсті. Купе іші тар әрі ыстық болды. Басында екеуміз тек сыпайылық сақтап, отбасы жағдайын сұрасқанмен түн уақыты адамды шынайылыққа жетелейді екен. Ол маған өзінің өткен өмірін, сәтсіз некесін және жүрегіндегі өкініштерін айтты. Мен де ішімдегі қорқыныштарымды бөлістім. Түннің бір уақытында пойыз кілт тоқтап, жарық өшіп қалғанда ол маған жақындап, иығымнан демеді. Сол сәтте оның бойынан туыстық сезімнен де терең ер мен әйел арасындағы бір ұшқынды байқағандай болдым. Пойыз таң ата станцияға жеткенде екеуміз де ештеңе болмағандай қоштастық. Бірақ сол түннен кейін біздің бір-бірімізге деген көзқарасымыз мәңгілікке өзгерді. Қалаға оралғаннан кейін мен жаңа пәтерге көштім. Тыныш, ескі аулалардың бірі еді. Менің қасымдағы пәтерде жас ерлі-зайыптылар тұрады. Күйеуі үнемі жұмыста, ал әйелі үйде жалғыз қалады. Бір күні кешкісін есігім қатты қағылды. Ашсам, көршінің әйелі көзі жасаурап үрейленіп тұр. Өзі үйге келіп қасыма жанталаса кіріп есікті ішінен құлыптап алды. Оның есімі Салтана деді. Ол маған күйеуінің соңғы кездері мүлдем өзгергенін, үйге қонбайтындығын және өзіне қол жұмсауға дейін баратынын айтып жылады. Сол түні ол менің үйімде қонды. Бірақ түн ортасында мен оның өз бөлмесінде біреумен телефонмен сөйлесіп, мүлдем басқа кейіпке енгенін естідім. Ол жылап тұрғанда бейшара әйел емес, біреуді бопсалап, үлкен ақша талап етіп тұрған қауіпті адамдай сөйлесті. Оның айтқан сөздерінен мен біздің компанияның атын естіп қалдым. Осылайша менің тұрмыстық өмірім мен жұмыс орным бір-бірімен шытырман байланысқа түсті. Ертесіне жұмысқа келгенімде кеңсе іші астаң-кестең болып жатты. Біздің бөлімде жаңадан келген жас қыз менің әріптесім Айнұрдың үстінен арыз түсіріпті. Ол компанияның маңызды құжаттары мен қаржылық есептерін ұрлады деп айыпталды. Күзет бөлімі оның үстелін сөмкесін тінтіп жатты. Мен бөлмеге кіргенімде Айнұрдың көзінен от шашырап тұрды. Ол маған жау тәріпінен қарап, мұны істеген сен екеніңді білем деп айғайлады. Шын мәнінде ол кісінің кінәсін жасыру мені қараламақ болған екен. Кейінірек белгілі болғандай, ол бастықтың бөлмесінде түнде кіріп бөлмесіне сейфті ашқан, тіпті дәлелдерді жасыру үшін әріптесінің іш киімін шешіп тығып жібергенде шыңғыр дегендей ең төмен әрекеттерге дейін барған. Ол кеңседегі киім ауыстыратын бөлмеде менің жеке заттарымның арасында ұрланған флешканы тығып жатқан жерінен камераға түсіп қалыпты. Оның бұл айласы әшкереленгенде ол маған тұра ұмтылып шашыма жабысты. Күзетшілер оны әрең ажыратып алды. Осы оқиғалардың бәрі бір мезетте шешімін таба бастады. Белгілі болғандай, менің көршім Салтанат, әріптесім Айнұр және менің баяғы жүздемішеу бірлесіп біздің компаниядан үлкен көлемде ақша жымқырмақ болған қылмыстық топ екен. Олар мені осы істің құрбаны етіп, барлық кінәні маған жаппақшы болған. Пойызда кездескен қайнағамыз Мұрат құқық қорғау органдарында істейтін болып шықты. Сол түні пойыз ішінде маған жайдан жай сырашпаған екен. Ол мені бақылап, осы істі ақ-қарасын анықтау үшін жүрген секілді. Ол маған хабарлатып, Анар, сенің еш кінәң жоқ, біз бұл қылмыскерлердің үстінен бұрыннан іс қозғағанбыз деді. Мен терең тыныс алдым. Өмірімдегі ең ауыр, ең шытырман кезең артта қалғандай. Қыздығымды алған алғашқы махаббатымнан қалған жара, жездемнің арам пиғылы, күйеу баламен өткен күмәнді кеш, пойыздағы жаңа әріптесімнің сатқындығы, бұлар бәрі маған үлкен өмірлік сабақ болды. Адамдарға сену қиын, бірақ өмір алға жылжи береді. Ең бастысы, кез келген қиындықта адам өзінің ішкі пәктігі мен шындығын сақтап қалу керек екенін түсіндім. Енді менің алдымда мүлдем жаңа таза өмір парағы ашылды.
Осымен әңгімеміз аяқталды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Әңгімеге лайк басып, парақшаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз.